бақшамның аумағы шамамен айтқанда 9-9 көлемді. Осы бақшада жеміс ағаштарым бар. Алма, міне жеміс беріп тұр. 2 өрік, мынау жиде әдемі гүл беріп. Қазден күшті иіс шығып тұр. Мына жақ бөлікте міне смородина өсіп тұр. Жүзімдер міне тұр. Енді менің мақсатым осы аумаққа газон егіп тастау керек. Яғни ортаңғы бөлікке әдемі жап-жасыл газон егу керек болып тұр. Алдағы уақытта спортпен айналысу үшін, отырып кітап оқу үшін деген секілді. Енді жалпы керемет қылу керек. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріп отырамыз. Бұл бізде бірінші бөлім. Бүгінгі біздің бөлімде ең алдымен арам шөптерден арылып алуымыз керекпіз. Яғни осы алқаптағы арам шөптердің барлығын жұлып тастау керек. Енді арам шөптерді жұлу кезіндегі басты ескеретін нәрсе тамырымен бірге жұлу керек. Біраз арам шөп өсіп кетті. Өздеріңіз білесіздер, жұмыстан қол тимейді, өзіне қалып кетіп жатады. Негізінде аулаға, бақшаға, жалпы аулаға уақытылы қарап отпасаңыздар, осылайынан өсіп кетеді. Мына жиектерге тиіспеу керек болып тұр, себебі бұл жиекте мынада укроп бар, арасында мята бар. Бұл жиекті аман алып қаламыз, ал газонда осы талдардың үстімен былай қарай 4 башта алып егеміз ғой.